әр шәкірттерінің садағы сол ауылдың маңайының төңіректеріне қадалса, біздің Шопан атамыздың атқан жебесі осы Маңғаз-Маңғыстау жерінде Семей ауылынан 25 километр жерде орналасқан Шопан атаның бейітіне барып қадалған екен. Сонда Шопан атамыз бір байдың қолына барып, сол жерде қой бағып қызмет еткен екен. Кейбір аңыздарға сүйенетін болсақ, сол бай Шопан атаға қызым берген екен. Енді қадірменді ағайындар, мына біздің қазақ даналығында жылқы атасы Қамбар ата, сиыр атасы Ойсыл қара, қой атасы Шопан ата деген негіздер осыдан қалыптасқан болар. Ендігі бүгінгі 3 қазан күні өтіп жатырған тарихи бәйге, тобықты жер астында мешітінде ұйымдастырылып жатырған бәйгеміз қазір басталады. Оған 33 жүйрік, 33 үміткер келіп отыр. Сонау алыстан артына 2000-дап, 3000-дап, тіпті 4000-дап километр тастап осы бәйгеге ниет етіп келіп отыр. Барша ат қосып жатырған атбегілердің жолы болсын. Әңгіме 33 аттың санында емес, әңгіме сапасында. Кілең сен тұр, мен атайын деген жүйріктер осы уақытқа дейін өзіне атақ жинай білген жүйріктеріміз қазір алдарыңызда бақ сынайтын болады, қадірменді ағайындар. Жүйріктердің ішіндегі кіл жүйрігі қайсы атанады? Бүгін ата әруағы қолдап, бүгін Шопан атасындағы аламан бәйгінің жеңімпазы Toyota Hilux автокөлігі қай өңірге, қай атбегіге бұйырады, қадірменді ағайындар? Оны сіз бенен біз болып алдағы уақытта тамашалайтын боламыз. Басын бастап шабады баба қанған, бас бәйгіні алады бағы жанған. Атамыздың асында көлік ұту, ат қосқан атбегіге үлкен арман деп аламан бәйге басталды, қадірменді ағайындар. Айқай қайда, шу қайда, қолдау қайда, ден қайда деп бүгінгі 24 шақырымдық 6 айналымнан тұратын аламан бәйгінің жүйріктері жарысуын бастады. Алдын бастап кетіп бара жатқан аңшыбайыптардың байшыбары, Түйдеқұсы Басқат ағамыздың жүйріктері кетіп бара жатыр. Жолы болсын! Аламан бәйге, қаламы қамшы, сиясы тер, намысы құрыш, жігері болат, Маңғыстау ата тарихында қалуде тіркелген. Бізде Дастан торы жүйрігі Бақай ағамыздың жүйрігі Атырау облысы Жылой ауданынан келіп отыр. Екінші номердегі Әл Қара деген жүйрігімен Қорғанбай Қалпақбай ағамыз Бейнеу ауданы кеше өзенде жүлделі орынға иеленген жүйрік Бейнеуден келіп отыр. Үшінші номерде бізде тіркелген Қарақат деген жүйрігімен Абылып Манас баптаған Кенжебектің жүйрігі Әлім Шабандос Али және де Қызыл өзеннен келіп отыр. Төртінші номердегі Лашын деген жүйрігімен атақты Үмбетовтар әулеті Алматы облысынан ат терлетіп келіп отыр, қадірменді ағайындар. Ерасыл Ердосұлы Алдияр тізгіндеген 5-ші номердегі Арендатор деген мінекей Иманов Болат Саютөсте 4-ші келген жүйрік бүгінгі атамыздың бәйгесіне келіп отыр, Қызылтөбеден ат терлетіп. Және де 6-ші номердегі Байторы Әлімбаев Нұрғабай ағамыз мінекей Арыстан бәйгі бала Сам ауылының жүйрігі. 7-ші номердегі атақты Сархан деген жүйрігімен Жандос баптаған Закарин Айбек атесі Мадияр бәйгі бала Шетпенің жүйрігі келіп отыр. Кеше Атырауды ұтып келген жүйрік. 8-ші номердегі Найзағай деген жүйрігімен Мизанбай ағамыздың жүйрігі Ержан тізгіндеген Сарға ауылынан келіп отыр, қадірменді ағайындар. 9-дықпен кетіп бара жатқан Найзағай Қыдыр баптаған Қарақия әкімдігінің атағынан қосылып отыр. Қарақия әкімдігінің атағынан келіп отыр, қадірменді ағайындар. Жолы болсын жүйріктің. 10-ші номердегі Жантоқыптар әулеті Таңшолпан Ерназар баптаған Жыңғылды елді мекені Бекзат бәйгі бала. 11-ші номердегі Бимырзаев Хамза Хан Тәңірі атбегісі Бимырзаев Хамза Төлеп Сұлтан тізгіндеген Маңғыстау облысы Сайын Шапағатов ауданынан келіп отыр.
12 номердегі Тайфун деген жүйрігімен Көкенов Бекболат Жолдас бәйгі бала Сайын Шапағатов елді мекені 13 Асыл Тұяқ деген жүйрігімен Асыл Тұнық деген жүйрігімен Айбек Жұбанов баптаған мінекей Үштаған ауылынан келіп отыр. Және де 12 номердегі Сұлыққара деген жүйрігімен Жүнбасов Мәлік Таушық ауылы. Келесі бізде тіркелген 15 номердегі Шахмат деген жүйрік бізде. Бұлда Нұрлыбек Қошан ағамыз Шалқар тізгіндеген Боранқұл ауданы. 16 номердегі Орал Тайпақтарымен атақты Ермұхановтар әулетінің Ануар баптаған Айдар Қозы тақымдаған Жаңаөзен қаласы келіп отыр. 18 атақты Телеқосып Асқат Дауыл деген жүйрігімен Азамат бапкері Мирас бәйгі бала Ақшымыраудан келген жүйрік. Сайөтесте Ошақ бәйгінің 2-ші орын жүлдегері болып еді. Бүгін бақсынақ келіп отыр қадірменді ағайындар. 19 Алтынай Көкен Рахмет баптаған Дарап ұлы Нұрғиса, Дарап ұлы Нұрислам тізгіндеген Жаңаөзен қаласынан келіп отыр. 20 Үмітай Амалхан баптаған Сұлтанғазы ағамыздың жүйрігі Рахымжан тізгіндеген Мұнайлы ауданы. Және де келесі 21 Қыз Жібек деген жүйрігімен Арднат Есенбаевтың жүйрігі Жаңаөзен қаласы. 23 номердегі Тайғасқа Танатбек Абаев ағамыздың жүйрігі Ақшымыраудан келген. Және де таныстыра отырамыз, жүйріктердің ортасына келдік. Қазір мінекей әне-міне дегенше бүгінгі 24 шақырымдық 6 айналымның жүйріктері жарыс жолында тіке жолға бірінші айналымда аяқтап, алдарыңыздан екінші айналымда аяқ басуға келе жатыр. Бота көзі жанып, борат шырайланып, қиқу берсең жүйріктерге ұнайданып, әне-міне дегенше жүйріктерім келе жатыр мәреге, бір айналып деп, бақ баяқшы мінекей, жүйрігі алдын бастап келе жатқан бірінші айналымды аяқтап, екінші айналымға аяқ басатын болады. Номер төрешілер. Әлі алда айналым бар, дегенмен де тізгінге сүйіп, бәйгі балдарымыз біледі ғой енді мінекей, атты жүрегімен тақыммен сезет. 32 жеті Сархан Шетпе, және де кетіп бара жатқан жазамыз 32 жеті екінші топта кетіп бара жатқан номері. Өткеннен кейін көрінеді екен 9-дық, ой мінекей, әдемі кетіп бара жатыр, Байшыбар кетіп бара жатыр мінекей, 18-27-13 дегенмен осы тізім бұлар. Қадірменді ағайындар, бағана бүгінгі жүйріктер, осы бәйгеге келген жүйріктермен таныса отырайық. 20 Үмітай айтылды ғымау, 21 Қыз Жібек айтылды, 23 Тайғасқа Танатбек Бабаев деген ағамыз Ақшымыраудан ат терлетіп келіп отыр. Бүгінгі атамыздың бәйгесіне 24 Асыл Тас деген жүйрігімен мұна Шебірлік мінекей аттегі Ержігітов Қази ағамыздың жүйрігі Дәулет бәйгі бала кетіп бара жатқан 25 атақты Айтулы келіп отыр қадірменді ағайындар. Махамбетов Рахим Байлыбаев Ердос Ұлан бәйгі бала Жаңаөзен қаласы. Кеше ғана Жымпитыда өткен бәйгінің автокөлігінің иегері Айтулы келіп отыр. 26 Дос Енесей баптаған Дәрмен Қамай ат иесі Сако бәйгі бала Мұнайлы ауданы. 27 атақты Сартайып Дәулет баптаған өткендегі Сайөтес ауылының 60 жылдығында Ошақ бәйгеден жүлделі бірінші орынға иеленген Байшыбар келіп отыр Аңшыбаевтар әулетінің атағынан Ақтау қаласы. Және де 28 Айсұлу деген жүйрігімен Инабат Мадияр Шебір ауылы, 29 Арлан Шерниязов Аман Түпқараған ауданы Ақтау қаласы, 22 Алтынкөз атақты Бөбекбай Секенай баптаған Жылқышыбай Бүрсейіт ағамыздың жүйрігі Аңсар Арыстанбек бәйгі баласы Жамбыл облысы Меркі ауданынан келіп отыр. Қонақтарымызға қошеметсе отырайық. 30 номердегі Ағдиет деген жүйрігімен Есен Мерей
Хамит Алтынбектің жүйрігі Атырау облысы 31 Жылой торы Машанов Мұрат ағамыздың жүйрігі Құлсарыдан келіп отыр. Және де артқы 32-ші болып тіркелген Әл-Лахиб деген жүйрігі, бұл да айтулы жүйріктің бірі. Коля Иманасқат ат иесі Ақтау қаласы 33 Орда торы Бағдат ат иесі Кенесары бәйгі бала Ақтау қаласы. Ал мінекей қадірменді ағайындар, 33 жүйрік жарыс жолында 33 жүйріктермен сіздермен таныстырған болатынмын. Енді алдын бастап өткен екі жүйрікті айта кетейік. Алдын бастап өткен 32-ші номердегі бізде кетіп бара жатқан жүйрігі Әл-Лахиб Иманасқат Ақтау қаласының жүйрігі алдыңғы топта кетіп бара жатқан. Оның артынша өкшелей Сархан кетіп бара жатыр. Закарин Айбек ағамыз Жандос баптаған шетпе. Және де Лашын 4-ші номерде Үмбетовтар әулеті Алматы. Өттерімізде бірінші айналымды аяқтап, екінші айналымға аяқ басты. Соны қаперіңізге салып отырайық. Маңғыстауда 362 әулием бар, Шопан ата, Бекет ата пірлерім бар. Айта кетсем бұл әулиенің құдіретін өлең арнап, жиған терген дерегім бар. Мешіті бар жер астында көмкерілген, тау астында ғажайыбы төңкерілген. Арқарлары маңайында жайылып жүретін тау басында тең-теңімен. 14-ке келген кезде Бекет атам, әкесі көзін ашып жол сілтейді. 4 күн түнеп Шопан ата басында зираттап батасын берсін дейді. Аян берген түсінде атамызға, Бекет атам айналған атаңызға, Хиуаға білім алып, жол тартып, құламалы зерек болған атамызда, ұстаз болған артынша жиын құрып, мешіт салған жер астында ойып тұрып, шәкірттерін оқытқан сол мешітте жастарынан білімге мойын бұрып, әулиенің 7-ші сатысында қауыс дәрешінде көтерілген, аспанда қалықтаған көк асасы Оғландының жадында шегеленген. Қанша Балсуын емге шифа ғажап еткен, барған адам басыңа зиярат еткен, емге шифа басына дауа тапқаннан соң халқым оны Пірбекет деп атап кеткен. Қанша жылдар өтсе дағы қанша күн ай, ескеріліп асың өтер әлі талай, әруағың риза болып қалың елге, Бекет атам әруағы жар боп тұрғай деп, бүгінгі бәйге қадірменді ағайындар, бүгінгі дүбір 2-ші айналымда аяқтап алдарыңыздан 3-ші айналымға аяқ басатын болады. Алдын бастап келе жатқан Әл-Лахиб пенен Сархан деген жүйрік болу керек мінекей. 2-3-ке кеттіңдер жігіттер. 2-ші айналымда аяқтап, 3-ші айналымға кетіп бара жатқан жүйріктер. Номері 32, 7 шам жануар, 7-9 және де 22-6-2-4 11 және де 27. Алдын бастап кетіп бара жатқан жүйрігі 32-ші номерде тіркелген. 30-ші номерде тіркелген бізде жүйрігі Ақниет, Есен, Мерей, Хамит Алтынбек ағамыз Атырау облысының жүйрігі алдыңғы топта. Және де 7-ші номердегі Сархан Жандос баптаған Закарин Айбек ат иесі шетпе Мадияр тізгіндеген. 2-ші кетіп бара жатқан, 3-ші кетіп бара жатқан 9-ші номердегі Найзағай Қарақия әкімдігінің атағынан келіп отырған жүйрігі 3-ші болып кетіп бара жатқан. 2-3-ке кеттіңдер жігіттер. Іші бар деген жүйрігі де топта кетіп бара жатыр.
Бекет ата ұстаздық қылу ниетпен төрт жерден Оғыландыдан, ескі Бейнеу жем бойынан және Арал жағасындағы Баялдан мешіттер салдырған. Соның ішінде ең күрделісі Оғыландыдағы мешіт құрылысы болыпты. Қара тасты қаршы ойып, қатты тасты үңгірдей салған мешіт жұмысының алапат ауырлығынан анау-мынау ақбалдай азаматтар шыдас бермей ауысып отырған екен. Және де сол себепті құрылысшылардың құрамында мезгіл-мезгіл жаңарып отырған, барлық жұмыстың бас аяғына дейін болып төзімділік танытқан Байсал деген кісіге әулиенің назары құлап, айналасындағы жиналған азаматтан құрылыс басталғалы қолынан сүйме түспеген, белін жазып бір дем алмаған мына кісі кім депті. Сонда сұрағанда, о әулием, бұл адайдың ішіндегі Бөкен Жеменейден шыққан, Бөкен Жеменейден тарайтын Байсал деген азамат, жасы 50-дің төртеуіне келгенше перзент көрмей егде тартқан бір мұңлық еді деген екен. Сонда жауап естіген Бекет атамыз, ендеше еліңе қайт ер Байсал, бәйбішең бала көтеретін уақыттан ұзақ кетсе де, Алла тағаланың ақ жазуымен маңдайына бір перзент біткелі тұр. Қыз бала болса өзің білерсің, ал ер бала болса атын мың кісі деп қой. Мына жүрген, мына жандардың мыңын ататитын болады. Жаратқан ием бүкіл үрім бұтақ зәузатыңа жететін дарын сыйлайды дейді. Ербекет атаның айтқаны айнымай келіп, дүниеге келген мың кісі 1000 жылда бір туатын асқан дарын иесі, алысқанын жыққан, алып палуан, ғажайып шебер, оташы болыпты. Бүгінгі 1000 кісінің ұрпағы назары түсіп қол тигізген бұл қасиет оның барлық ұрпағына, яғни 1000 ұрпағына берілген. 1000 кісінің есімі тек қана қазаққа емес, ейсі мұсылман елдеріне етеде таныс, ерекше ыстық қадірменді ағайындар. Бұл енді тобықтай сөздің түйіні осы тобықты жер асты мешітінде өтіп жатқан себебінің бірден бірі осы. Себебі осы, қадірменді ағайындар, мінекей жүйріктерімізде келіп қалыпты. Жүйріктеріміздің қарқыны жаман емес. Таныстырам, айтам, сөйлейм дегенше өзі келіп жатыр. Бір айналғаны 4 шақырым. Жүйріктер 3-ші айналымда аяқтап, 4-ші айналымға аяқ басатын болады. Қызық енді басталды десек те болады. Бұл жерде әдіс, тәсіл, тактика, жүйріктеріміздің, шабандоз балдарымыздың мінекей тектілігі менен ептілігін көретін кезге де келіп қалдық, қадірменді ағайындар. Жүйріктер 3-ші айналымда аяқтап, 4-ші айналымға аяқ басатын болады. Жануардың шабысын ел таниды, жүйрік аттың төресін ер таниды. Көпшіліктің төресі болып кеткен, жүйрік аттың төресін ер таниды демекші. Жүйріктеріміздің де алдыңғы тобының легі өзгергеніне куә болып отырмыз. Алдына бастап шыққан, мен алдында отырам деп 4-ші номердегі жүйрік шықты. Оның артынша 7 Сархан, 9, 22 номердегі жүйріктер кетіп батыр. 27 4-ші номердегі Үмбетовтар әулетінің Лашын деген жүйрігі, Алматы облысының жүйрігі алдына шықты. 7-ші номердегі Сархан, жібер бала. 7-ші номердегі Сархан, жандос баптаған. Закарин Айбек атиесі, шитте. 9-ші номердегі Найзағай, Қыдыр баптақ келген Қарақия әкімдігінің атағынан қосылып отырған жүйрік. 22-ші номердегі Алтын көз деген жүйрігімен кетіп бара жатқан Бөбекбай Секенай баптаған Жылқышыбай Нұрсейіттің жүйрігі, Аңсар Арыстан тізгіндеген Жамбыл облысы Меркі ауданының жүйрігі кетіп бара жатыр. 27-ші номердегі Байшыбар Аңшыбаевтар әулеті Сартаев Дәулет ағамыз. Және де 2-ші номердегі Әлқара Болат 21-ші номерден кетіп бара жатқан бізде тіркелген Қыз жібек Арнат Есенбаевтың қыз жібек екен. Жүйріктер 3-ші айналымда аяқтап, 4-ші айналымда кетті.
Үшті аяқтап төртке кетіп бара жатқан артқы топтың легімі 28-ші номер төрешілер. Артында келе жатқан жүйрік 28 ба? Үшті бітіріп төртке кетті. Бұна алдымен тіке жолға түсетін артқы топтың жүйрігі ма? Солай болу керек енді біле. Үшті аяқтап төртке кетеді. Мұқият қадағалап отырайық. Барлығын қағазға түртіп түгелдей бар жоғы 24 километр 6 айналым, соның ішінде 33 жүйрік бақ сынады. Қазір топта неше жүйрік кетіп бара жатқан барлығын тізіп қағазға түртіп алып отырайық. Артқы топтың легі болу керек бұл жүйрік. Үшті аяқтап төртке кеттің бала. Үшінші айналымда аяқтап төртінші айналымға кетіп бара жатсың. Номері 8. Осы болу керек. Артқа топта 8. Соңғы ат, егерде алдыңғы топ қуып жеткен жағдайда жарыс алаңынан шығарылсын. Ат иесі болса, қазір рациямен шабады ғой бәйгі балдар, бұрынғыдай емес. Айтып шығарып ала қойсын. Ережеде бар, егерде артқы топтағы келе жатқан атқа алдыңғы топ жеткен жағдайда ол ат жарыс алаңынан шығарылады. Қадірменді ағайындар, мінекей жүйріктеріміз 4-ші айналымды аяқтап 5-ші айналымға аяқ басатын болады. Жүйріктеріміздің де қарқын қосып бара жатқан сияқты, бағанағы айналымдағыдай емес, тез жеткеніне куә болып отырмыз. Ана артқы топтың легіндегі аттың номерін айтып қояйықшы мында. Жарыс алаңынан шығарысын төрешілер. Ал мінекей бүгінгі Аламан бәйге 24 шақырымдықтан тұратын Аламан бәйгінің алдыңғы тобының легі Закарин Айбек Сархан 4-ші айналымда аяқтап 5-ші айналымға кетіп бара жатсыңдар. Қошеметтеріңіз қайда қадірменді ағайындар? Шапжануар 7-4 Жұлдыз Ермұхановтар әулеті 22 жарыс алаңынан шық. Айшымар Аңшыбаевтар әулеті 4 аяқтап 5-ке кеттіңдер, жігіттер. 4 аяқтап 5-ке кеттіңдер. 31, 27, 22. 6-шы номер. Және де 11 ма 17 ма мынау? 11-ші номер болу керек. Алдын бастап өтіп бара жатқан 7-ші номердегі тіркелген Сархан Закарин Айбек шетпеден келген, мінекей Жандос баптаған. Және де енді өткен бәйгінің жеңімпазы қадірменді ағайындар. Бүгінгі бәйгеге келді, жолы болсын. Және де 30-шы болып тіркелген Ағниет Исин Мерей, атақты мінекей айтулы атбегі Хамид Алтынбектің жүйрігі, Бейбарыс тізгіндеген Атырау облысының жүйрігі. Және де 22-ші номерде тіркелген бізде Алтын көз Бөбекбай Секенай баптаған Жылқышыбай Нұрсейіттің жүйрігі, Аңсар Арыстанбек тізгіндеген Жамбыл облысы Меркі ауданы 27-ші номердегі Байшыбар Сартаев Дәулет
баптаған Аңшыбаевтар әулеті Ақтау қаласының жүйрігі. Ал қадірменді ағайындар, жүйріктеріміз 4-ші айналымда аяқтап 5-ші айналымға кеткен болатын. Жиырма үшінші номердегі жүйріктің бір күругі кем Танатбек ағамыз болса шығарайық жарысылыңнан. Жүйріктеріміз 4-ші айналымда аяқтап 5-ші айналымға аяқтасқан болатын. Қазір алдарыңыздан 5-ші айналымда аяқтап 6-ші соңғы айналымға аяқ басатын болады. Жүлде қоры бізде автокөлік бас бәйгісі 5 орынға дейін жүлде берілген. Қосай ата ұрпақтарының демеушілігімен тігіліп жатырған автокөлік Toyota Hilux-тың иегері кім болар екен қадірменді ағайындар? Мынау енді артқы. Болды. Барайық төреші. Басқа адамдар керек емес, жігіттер. Мына төрешілер бар, басқа адамдар керек емес. Болды, адам саны жетеді енді. Басқа адамдар керек емес. Абайлайық, аттан қабар бар, дәт жақсылады, түйіп кетеді, жылқымалы. Нақ болып тұрайық. Мына таумаламайық, ағайындар. Мына жігіттердің сонша еңбегі бар. Қазір бұйырса 5-ші айналымда аяқтап, соңғы 6-ші айналымға кететін болады. Жүйріктерімізді шығарып салайық. Енді бұл бәйге, бұл спорт, бұда түрлі жағдай болады. Жүйріктеріміздің де қарасы көріне бастады. 5-ші айналымды аяқтап, 6-ші айналымды еңсеруге, соңғы айналымға кетуге екі жүйрік тайталасып, тіке жолға қарата ұмтыла көсіле шауып келе жатыр. Бұл кім болды екен? Үмбетовтар әулетінің жүйрігі ма? Жоқ әлде Жылқышыбай Нұрсейіт ағамыздың жүйрігі ма? Сонау меркеден келіп отырған шетпенің мақтанышы Сарханда кетіп бара жатыр. Оның артынша Сартайып Дәулет ағамыздың Байшуары кетіп бара жатыр. Көлікті шамалыға бермеймін деп. Дегенмен де барлық осы атбегілердің барлығына да тілекшіміз, ниет түзу ең бастысы. Жігіттеріміздің еңбегі ақталсын, шын жүйрік мәресіздігіне жеке дара келсін деген ниетпен бүгінгі Шопан ата асында жүйріктеріміздің 24 шақырым соңғы айналымға да кезек келді қадірменді ағайындар. Барлықтарыңыз айқай-шу! Жүйріктеріміз соңғы айналымға кетеді қазір. 4 жүйрік таласуда. Қалай болар екен қадірменді ағайындар? Бір айналым қалды. Тарта алақаның тұзды ма? Айқай-шуға делебеңіз қозды ма? Жіберіңдер, босатыңдар тізгінді. Жүйріктерім бара жатыр соңғыға деп. Соңғы айналым жігіттер, салыңдар барыңды. 4 жүйрік Сархан, Үмбетовтар әулеті, және де Аңшыбаевтар әулетінің жүйрігі. Өйде жібер. Соңғы айналым. Ермұхановтар әулеті Жұлдыз, Үмбетовтар әулеті Сархан, Байшуар Аңшыбаевтар әулеті. 4, 17, 7. Автокөлікке ниетті 4 тұлпар өтті алдарыңыздан. Жол болсын, жібере бер бала, бір айналым қалды. Үміт бар. Дегенмен де артыңнан 2 жүйрік келе жатыр. 18-ші номердегі кетіп бара жатқан жүйрігіміз соңғы айналымға кетті бұл жүйріктері. Алдын бастап кетіп бара жатқан 4-ші номердегі сонау Алматы облысынан келген Үмбетовтар әулетінің Лашын деген жүйрігі бастады. Ердосұлы Алдияр бәйгі баласы. Және де соңғы айналым үміт бар жігіттер, үміт бар. Бақ шабама деген. Және де екінші болып
кетіп бара жатқан соңғы айналымға 17-ші номердегі Ермұхановтар әулетінің үкілеп әкелген жұлдыз деген жүйрігі кетіп бара жатыр. Ануар баптаған Жаңаөзен қаласы. Және де 3-ші болып кетіп бара жатқан Шетпе кентінің мақтанышы Сархан деген жүйрік Закарин Айбек Мадияр бәйгі бала. Және де 27-ші номердегі бізде Сартаев Дәулет Аңшыбаевтар әулеті Байшыбар деген жүйрігі кетіп бара жатыр соңғы айналымға. 18-ші номердегі жүйрікте кетіп бара жатыр Дауыл Телеқұсып Асқат Ақшымырау. 6-шы номердегі Байторы Әлімбаев Нұрғабай ағамыз Самауылынан келген жүйрігі кетіп бара жатыр. 24-ші номердегі Асыл Тас деген ер жігітіп Қази Шебір ауылы. Ал мінекей жүйріктеріміз автокөлікке ниетті жүйріктеріміздің аты жөні толықтай аталды. Сәуегейлік пікір айтып танысқа, сәйгүлікке сын айтылар сан тұста. Шын жүйріктің бағашылар бап болса, шын жүйріктер танылады жарыста. Көкейлерді мазалайды сан сұрақ, кесіп пікір айту қазір артығырақ. Қай сәйгүлік келер екен арқырап, қай жүйріктің жұлдызы тұр жарқырап деп, бүгінгі 24 шақырымдық алты айналыстың бәйгінің бас жүлдесінің иегері қай жүйрікке бұйырады қадірменді ағайындар? Автокөлікке соңғы айналымға бағыт алған Үмбетовтер әулетінің лашынына бұйыра ма, жоқ әлде 17-дегі кетіп бара жатқан Ермұхановтар әулетінің жұлдызына бұйыра ма, әлде Шетпе кентінің мақтанышы Сарханға бұйыра ма, жоқ әлде бізде кетіп бара жатқан Аңшыбаевтар әулетінің Байшыбарына бұйыра ма? Жүйріктеріміздің автокөлікке деген ниеті орасан зор. Алдыңғы топ келе жатыр үздікте, бір қателік апарады ессіздікке. Мықтылардың мықтысын білгін келсе, шын жүйріктер анықталар 500-дікте деп, қазір Алла амандығын берсе, 500-дікке шығатынына куә боламыз қадірменді ағайындар. Алдын бастап келе жатқан Алматы облысы Үмбетовтер әулетінің Лашын деген жүйрігі. Оның артынша 17-ші номердегі Ермұхановтар әулетінің Жұлдыз деген жүйрігі. Және де 27 Байшыбар келе жатыр дейді ғой мында. Үмбетовтердің артында Байшыбар деген жүйрік келе жатыр. Байшыбардың артында қай жүйрік? 3-ші келе жатқан жүйрік кімдікі? 2-ші келе жатқан Сартаев Дәулет баптаған Аңшыбаевтар әулеті Маңғаз Маңғыстау. Айқай шуларыңызды аямаңыздар. Бүгінгі Шопан атасына орай ұйымдастырылған бәйгеден қай жүйрік келеді екен? Мінекей бүгінгі судай жаңа автокөлік Toyota Hilux автокөлігі Қосай-ата ұрпақтарының демеушілігімен ұйымдастырылып шайтан тағы. Егерде шын жүйрікті мен танысам, хақ бұның бұзып жарып бәйге алмағы. Жүрген еліміз арасында аттың маңы, біреуде бақ, ал біреуде болар бабы. Қай қазақтың көкейінде тұрмас дейсің тұлпарымен, бұзып жарып бәйге алмағы деп. Бүгінгі алама назар салып, куә болып осы шақтан ақан айтқан қызық бәйге қырда шапқан, алағайын қиқуменен қарсы алайық, Лашын деген жүйрік келе жатқан деп бүгінгі Талиокустың иесі Үмбетовтер әулеті Алматы облысына бұйырды қадірменді ағайындар. Құтты болсын. 4-ші номер Лашын, 2-ші болып мәре сызығын кесіп келе жатқан Ермұхановтар әулетінің Жұлдыз деген жүйрігіне бұйырды қадірменді ағайындар. Жаңаөзен қаласы, қошемет, құрметтеріңіз болсын. 2-ші орын, 3-ші орынға иеленіп келе жатқан 3-ші орынға бақ шабама дегендей, дегенмен де қалай болар екен? 4-ші келе жатқан жүйріктің де екпіні бар. 3-ке я сәт, я Алла. Міне Байшыбарымызға да қолда көрсетіп отырайық. Аңшыбаевтар әулеті Сартаев Дәулет қалай болар екен? 4-ші келе жатқан аттың 3-ші келген жатқан батты басып озуға мүмкіншілік әбден зор. Дегенмен де Шопан ата
Үшінші орынға қай жүйрігі? Айқай шуларыңыз естілмейді Маңғыстау. Үшінші орынға ниетті. Үшінші орынға иеленіп келе жатқан номері бізде 18-ші номердегі жүйрік келді. Үшінші болып мәре сызығын кесіп. Қошеметтеп отырайық Байшыбарға. 4-ші орынға. Бол бала. Бол. Аңшыбаевтар 4-ке. 4-ші болып мәре сызығын Аңшыбаевтардың 27-ші номердегі Байшыбар өтті. 5-ші болып Сархан. Ал қадірменді ағайындар, бүгінгі 24 шақырымдық Аламан бәйгінің жеңімпазы 4-ші номердегі Үмбетовтар әулеті Лашын Самат баптаған Үмбетовтар әулеті Ердосұлы Алдияр тізгіндеген. Алматы облысының жүйрігі 1-ші орын. 2-ші болып 17-ші номермен Жұлдыз деген жүйрік келді. Ануар бапкері Ермұхановтар әулеті Айдар Қозы бәйгі бала Жаңозен қаласы. 3-ші болып 18-ші номердегі Телеқұсып Асхат Ақшымырау құтты болсын Дауыл деген жүйрігі. 4-ші болып Байшыбар 27-ші номердегі Сартайып Дәулет Аңшыбаевтар әулеті. 5-ші болып мәре сызығын кескен Сархан 7-ші номердегі Сархан Жандос Закарин Айбек шетпеден. Ертеңгі бәйге қадірменді ағайындар сағат 2:30 болады. Соны қаперіңізге саламыз.